Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті қазақ елі. Ермек Албан, Алаш Шаруалар қозғалысының төрағасы, Алматы қаласының биі. Мына енді қазір кезде болып жатқан жағдайды бәріміз көріп отырмыз. Мына енді аманатпен тыстап кеткен ата-бабаларымыздың жерін аманатпен ұрпағымызға өткізуіміз керек. Сол үшін әр қазақ саясатпен айланысу керек. Амалдардың бәрін жасауымыз керек. Енді 100 амалдың ең үлкен амал десек, ол бір уақытта жасаған халықтың дұға тілегі. Ол бір уақытта жасаған халықтың дұға тілегін Алла Тағала жаратушы ием ол қабыл қылады. Сол енді Алматы уақытымен күндізгі түскі сағат 12-де бәріміз бір уақытта дұға тілек жасасақ, шын жүрегімізбен, жанымызбен, ана тілімізде жасайтын дұға тілегіміз: бірінші, қазақ елім жерім аман есен болсын. Екінші, барлық қазақ қарызымыздан құтылайық. Үшінші, елім жерім бай мемлекет болайық. Төртінші, жүрегінде иманы бар елім жерім деген президент келсін. Бесінші, көршілерімізден таратқан ауруынан, жауларымыздан сақтасын. Алтыншы, биліктегі сатқындардың бәрі кетсін. Жетінші, қазақ халқының рухы көтерілсін деп күнде сағат 12-де дұға тілек жасап Алла Тағаладан сұрайық. Тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын. Әмин.